لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. Ассалаумағалейкум құрметті телекөрермендер. Қарыз берсең сауап, алсаң аманат болып жазылатын дүние. Егерде қарыз аларда оны аса зәру жағдайда ғана алсаңыз, аларда қайтаруды ниет етсеңіз және қайтарудың қам қарекетінде болсаңыз, сіз мұсылман әдептеріне амал жасаған болып есептелесіз. Егер өткен жолғы хабарымызда қарыз алудың бірнеше әдептерін санамалап өтсек, бұл жолғы хабарымызда қарыз алудың әдептерін қорытындылап өтетін боламыз. Асылармен бірге болыңыздар. Қарыз алушының әдептері: қарызды аса зәру жағдайда ғана алу, қарыз аларда тезірек қайтаруды ниет ету, ізгі адамнан қарыз алу, үнемі қарыз алуға әдеттенбеу, мүмкіндігінше алмау, аса зәру жағдай туындай қалса, өзіне қажетті мөлшерден асыра қалу, қарыздың мерзімін созбай уақытылы қайтару, мерзімінде қайтаруға шамасы жетпесе, мүлік иесіне барып жағдайын баяндау, қосымша уақыт беруін өтіну. Егесі қарызды уақытылы талап етіп келсе, оған шамданбай сабыр сақтау, жұмсақтық таныту. Қарызды көркем түрде қайтару, алған берешегін харам жолға жұмсамау, қарызды тезірек қайтаруға себеп болатын дұғаларды оқып, Аллахтан жәрдем сұрау. Қарыз алушының білуі керек жетінші әдебі: егесі қарызды уақытылы талап етіп келсе, оған шамданбай сабыр сақтау, жұмсақтық таныту. Қандай жағдай болса да ашуды жұтып, барынша сабыр сақтау әдепті мұсылманның сипаттарынан. Біреу хақсын талап етіп келгенде орынсыз ашу шақырып, осы ақшаға қарап қалдың ба, мені мазалай берме, қолыма қаржы тиген күні қайтарамын, кетшәрі деп дөрекі сөйлеу, екі араны суытқаны былай тұрсын, адамдардың бір-біріне жауласуына алып барады. Қарыз иесі уақыты келген кезде, ақшаны бер деп талап етіп атқан кезде, ашуланбастан, сабырлықпен өзінің жағдайын түсіндіру керек. Егер қайтара алмайтын болса, қайтаратын адамға Алла екі дүниеде жемісін берсін, бала шағаның қызығын көр деп алғыс айтып, оған ризашылық білдіру. Қарыз берушінің бізді мазалап, табалдырығымызды тоздыруына кінәлі өзге емес, өзіміз. Аларын алып, қайтаруға келгенде әртүрлі сылтау айтып, біреуді кінәлі көріп балағаттау, реніш таныту мұсылманға жат қылық. Керісінше, сен іздеп келген адамның көңілін тауып, кешірім сұрап, бере алмаған себебіңізді айтсаңыз, құба құп. Қарыз алушының білуі керек сегізінші әдебі: қарызды көркем түрде қайтару. Егер бұл әдеп орындалса, қарыз берушінің көңілі көтеріліп, сізге деген сенімі күшейеді. Және ол келесі жолда осындай ізгі амал жасауға өзін бұйырады. Қарызды көркем түрде беру адамдардың арасындағы достықты, махаббатты, мейірімді, бір-біріне деген жанашырлықты күшейтеді. Ал бұл өз кезегінде қоғамның тұрақтылығына әсер етеді. Және алған адамға қалай сен қуанып алсаң, берер кезде де соғандай ризашылығымен қайтару керек. Міне осыдан айнымауымыз керек. Себебі бұл қанша қиыншылық болса да, ол қарыздың аты қарыз, мойныңда тұрады ол, мойныңда тұрады. Екінші, оны енді айтады ғой, енді біз енді діндар мамандары да айтады ғой, Алла тағала бір адамның қарызына жібермейді. Өз ойыңда әрқашанда қарыздан құтылу деген, және оны ренжітпей құтылу деген тұру керек қой. Қарызды көркем түрде қайтару әдептері: уақытылы қайтару, қарыз берушіні өз іздеп келуге мәжбүрлемеу, алып кел деген жеріне өз аяғымен апарып беру, алған заты ақша болса ақшалай, зат болса заттай қайтару, көңіл қалауынша одан да жақсырақ қылып қайтару, берерде алғыс айту, оның өмірінің берекелі болуын Аллахтан сұрау. Қазақта алғыс айтудың бірнеше түрі бар. Алла алдыңнан жарылғасын, Құдайдан қайтсын, Алла разы болсын, Алла өзіңе, бала шағаңа және ұрпағыңа берекелі өмір нәсіп етсін деген тіркестер соның айғағы. Жабир ибн Абдуллахтан, Аллах әкесі екеуіне разы болсын, ол бірде пайғамбарға, ол саллаллаху алейхи уассалам, сәске кезінде мешітте отырғанда келдім. Ол маған 2 рәкағат намаз оқы деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам маған қарыздар еді. Қарызын қайтарып артығымен берді деген. Қарызды одан да жақсы етіп қайтару
сүннет әрі көркем мінез құлықтың үлгісі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Жәбірге оған Аллах разы болсын, қайырымдылық мақсатында қарызын артығымен берген. Мәселен біз көршімізден арық тоқталатын болсақ, оны қайтаратын кезде семіз қылып қайтарсақ, ол әрине құба-құп. Өйткені Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам сендердің жақсыларың қарызды қайтаруда да жақсыларың деген. Қарыз алушының білу керек 9-шы әдебі алған берешегін харам жолға жұмсамау. Өзгеге қарызданғанымен қоймай, ол ақшаны харам іске жұмсау күнәні арттырады. Аллахтың ашуын шақыратын әрекет жасасаңыз, әлгі қарызыңызды мүлдем қайтара алмай қалуыңыз мүмкін. Және оны алғаннан кейін жаңағыдай арақ салатын зауыттарға, ямаса жаңағы сауна салуға зінақорлыққа алатын, я бір арақ сататын магазиндерге, я бір күнәлі істерге жұмсау, ол да қарыз алудың әдебіне жатпайды. Аллах тағала қасиетті кітап Құран-ы Кәрімде сауданы халал, ал өсімді харам еттім деген. Біз бір ауыз сөзге тоқтаған бабалардың ұрпағымыз. Ендеше, ұлы кітапта айтылған осы ескертуге құлақ асайық. Пайызбен қарыз алудан және алған қарызымызды өзгеге пайызбен беруден сақтанайық. Адам мен адамның арасында қарыз көбіне бұл жеңіл жағдайда болады ғой бір. Ал енді жаңа пайызбен алу әлбетте шариғатта харам. Қарыз алушының білу керек 10-шы әдебі қарызды тез қайтаруға себеп болатын дұғаларды оқып, Аллахтан жәрдем сұрау. Тек қана өзінің күш қуатына сүйену, қарым қабілетіне сену дұрыс тәуекелге жатпайды. Адам алған қарызынан жылдамырақ құтылу үшін әрбір ғибадат кезінде Аллахқа жалбарынып көмек сұрау қажет. Халықтың арасында болғаннан кейін алыс беріс, қарыз алу, қарыз беру деген болады, бірақтан бір адамдар қарызды қайтара алмай жататын кездері болады. Сол кезде біздерден келіп өсиет сұрайды, біздерден келіп ағыл сұрайды, шариғатымызда бұл қалай болады деп сұрап жатады. Енді ол кісілерге көп айтатынымыз, иншалла, бәрі Аллах Тағаланың қалауымен болатын дүние. Сондықтан Алла Тағала адам баласына жеңілдік, қалайды жеңілдік берген, қарызды қайтаруды бір асан етсін, қарызды қайтаруы жеңіл болсын. Алла Субханала Тағала ол адамға осындай бір ризық беріп, қарыздардан құтылсын деп дұға етіп жатамыз. Сондықтан әрбір адам баласы да өзінің әрбір 5 уақыт намаз сайын, болмаса тахаджуд намаздарында, түнгі намаздарында, нәпіл ғибадаттарында қарыздан құтылуына, қарызды беруіне дұға етсе, ол дінімізде ешқандай бұның сөгеттігі жоқ, қайта сауап болады, абзал болады. Дұға құлшылықтың өзегі, дұға мұсылманның қаруы. Бізге күре тамырымыздан да жақын болған жаратушы иеміз өзінен жәрдем сұраған мұсылманның өтінішіне міндетті түрде жауап береді. Уағалейкум ассалам, бауырым, алхамдулилlah, шүкір өзіңіз. Алхамдулилlah. Біз енді осы жолғы хабарымызды қарыз алудың әдептеріне арнап отырмыз. Өзіңіз білетіндей, қазіргі уақытта көп қарыз алып, одан кейін оны қайтара алмай, түн ұйқысы төрт бөлініп, уайым қайғыға түсіп жүрген жандар бар. Олардың осындай күйге түсуіне қарыз алу әдептерін білмеушілік себеп болды ма? Бұл қазақтың жалпақ сөзімен айтсақ, қарыз күліп келіп жылап қайтады дейді біздің аталарымыз айтқан. Қарызды алғаннан кейін оны қайтару мәселесін біз ойлауымыз керек. Қарызды сол секілді оны аса бір зәру жағдай болмаса, қарызға бет алды, қарыз алып жаңағы шетелге кетіп қалу деген секілді, қарыз алып қарыздан құтылып кету деген секілді мәселелерге біз әрине ұрынып жатамыз. Бұның барлығы біріншіден біз дінді кенжелеп түсініп жатқанымыз болуы мүмкін. Сондай қарызды алғаннан кейін оны артығымен де қайтару, жақсылап қайтару, ол да сауап. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір хадисінде айтады: сендердің жақсыларың қарызды қайтаруда да жақсыларың деп айтқан. Сондай-ақ адамның қарыз алғанда оны аларын алып, бірақ сол қаржысын харам жолға жұмсауы қарыз алудың әдептеріне жатпайтын шығар. Әрине. Біздің мақсатымыз ол қарыз алғаннан кейін оны қайтару. Біз сол нәрсені ойлауымыз керек. Қарыз берген кісінің ақшасын, мысалы бәлен сомадағы қаржыны алып, әртүрлі харам жолға жұмсап жататындар бар. Әрине бұл шариғатта үзілді кесілді қарсы дұрыс емес
харам болып саналады. Ол біріншіден алған қаржыға сіз арақ шығаратын завод соқсаңыз, мысалы. Бұл әрине арақты ішу, оны жасау, оны сату мәселесінің күнәларының барлығы бір болған секілді, ол да харамға жұмсалады. Қарыздың әдептеріне де дұрысына да кірмейді. Қарыздар адамдар да бар, және қарыз алмайтын да кісілер бар. Мүмкін олардың пайызы аз болатын шығар. Бірақ дегенмен бүкіл адамзат баласы бізді жоқтан бар еткен үшін Аллах тағалаға шексіз қарыздар ғой. Қарыз берген кісіге біз әрине оған рахметімізді айтып жатамыз. Енді бізге осындау нығметтерді еселеп берген Аллах тағалаға біздің қарыз екендігіміз шаш етектен. Әрине біз біріншіден бізге осындай керемет сөз берген, осындай керемет көз берген, бізге осындай үлкен нығметтердің ұлысы болған осы ислам дінді нәсіп еткен адамдарға мынандай керемет бой берген, ақыл берген, керемет тамақтарды жегізген, ішкізген Аллах тағалаға біздің қарыздарымыз өте көп. Адамның қарызын өтейміз ау, бірақ Аллахтың қарызы қалай өтейміз? Аллах тағаланың қарызы ол Аллах тағаланың бұйырған істе деген істерін істеу арқылы біз Аллах тағаланың ризашылығына бөлене аламыз. Қарыз туралы сұхбатымызда қорытындылайтын болсақ, сізге тағы бір сұрақ қойғымыз келіп отыр. Өзіңіз осы Мекке мешітінде наиб имамдық қызмет атқарасыз. Алла істеріңізге жеміс берсін. Сіздерге көптеген жамағаттар келеді. Солардың арасында қарыз алып одан құтылмай жүргендер де бар шығар. Бар. Оларға имамдар тарапынан қандай үгіт насихаттар айтылады? Қарызға батқан кісілер келіп жатады. Оған біздің өзіміздің шамамыз, шарқымыздың келгенше сөз жәрдем болсын, тағы басқа дұғалар айту болсын, осындай мәселелерді айтып жататынымыз бар. Саат ибн аль-Худри мынандай бір керемет оқиғаны баяндайды. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мешітке келсе, мешітте Абу Умам отырғанын көреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абу Умамға бір сұраулы көзбен қарап: "Ей Абу Умам, неге мен сені намаздан тыс уақыттарда мешітте көріп отырмын?" деп пайғамбарымыз оған сонда бір сұраулы көзбен қараған. Сол кезде Абу Умам оған: "Ей Алланың елшісі, ей Алланың сүйіктісі, бұл менің дертім, меңдеп кеткен дерт және қарызымның кесірінен, я Расулалла" деген. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи оны түсініп: "Ей Абу Умам, мен саған бір дұғаны үйретейін бе? Егер сен сол дұғаны таңертең немесе кешке айтып жүрсең, бірінші дертіңнен де қарызыңнан да айығасың" деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір дұғаны айтқан екен. Демек, сіздің сөзіңізден ұғынғанымыз, адам әрдайым өзінің күш қуатына, қажыр қайратына, өзінің қабілетіне сенбеу керек екен. Әрине. Яғни Аллахтан қол жайып дұға сұрап, өзінің бір қол екендігін білдіру, әлсіз екенін білдіру. Олай болса, сөздің реті келіп тұрған кезде бізге осы дұғаны үйретсеңіз. Жақсы, жүріңіз. Ол дұғам қабыл болады-ау, Аллах тағала менің дұғамды қабыл етеді деген бізде ниет, сенім болу керек, үлкен. Өйткені иннамал амалу биният болатын болса, барлық нәрсе ниетке байланысты болатын болса, Аллах тағала маған жәрдем етеді, болса болсын, болмаса қойсын деген сөз емес, керісінше сондай ниетіміздің болуы ләзім, жалпы айтқан кезде. Олай болатын болса, дұғаға көшейік. Бізді тамашалап көріп отқан бауырларымыз болса, қарызға батқан бауырларымыз болса, Аллах ол кісілерге әрине жеңілдік берсін. Аллахумма inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazani wal-ajzi wal-kasali wal-bukhli wal-jubn wal-ada'ad-dayn wa ghalibat ar-rijal. Мағынасы: ей Аллахым, шын мәнінде бізді уайым қайғыдан, әлсіздік пен жалқаулықтан, сараңдық пен қорқақтықтан, қарызға батудан және адамдардың, қарыз берген адамдардың қыспашылығынан, адамдардың басынушылығынан Аллах тағалам өзің сақта деп осы дұғаны айтып, иншалла аумин деп дұғамызды қайырамыз. Алла разы болсын. Құрметті телекөрермендер, әрқайсымыз осы дұғаны айтуды естен шығармайық. Сонда ғана Аллах тағала бізге өзінің жеңілдігін беріп, қарызымыздан тезірек құтылуға жәрдемдеседі. Адамнан сұраған ешқашан байымайды дейді, жармайды дейді. Адамнан сұрап жармайсың дейді, Алладан сұра дейді. Яғни Алладан тілеу деген сөз
ол өзіңнің бір жағы еңбегіңе сүйену, өзің шынайы ізденіспен таба аламын деп соған да ұмтылады ғой. Әйтпесе маған бере сал деген мен ешкім бермейді. Сондықтан мынау Алладан сұрау екі жақты нәрсе. Бірінші ол шынайы сол Алланың құдіреттілігіне, Алланың саған беретініне сенім. Әрқашанда Аллаға деген сенімнен айырмау, яғни үміттен де айырмау. Үміттен айырмау деген сөз, яғни қарыздан құтылам деген үміт болу. Осыған жеделдеп жүрсең, әрине сен қарызыңнан құтыласың міндетті түрде. Уайым түбі тұңғиық батасың да кетесің демекші, өтелмеген қарыз уайымды күшейтіп, жүйкеңізді тоздырады. Тәуекел түбі желқайық мінесіңде өтесің демекші, Аллахқа ғана тәуекел етіп, мұсылман әдептерін өмірлік ұстанымға айналдырсақ игі. Қарыз алып бермей жүргендер, не болмаса кезінде сол түсінбей жүрген уақытта біреуді алдап кетіп, алып кетіп қалғандар, ол нәрсені міндетті түрде қайтармайынша, оның тәубесі де қабыл болмайды. Және ол қияметте ол қарыздың сауабын өздеріңіз білесіздер. Ол жерде сауапты, қарызды тек сауаппен құтылады. Сол кезде періштелер айтады екен, Алла тағала бұның бере жағы қалған жоқ, сауабы, жақсы амалдар бітті. Бірақ ана жақта әлі ақысын талап етіп жатқандар көп деген кезде Алла тағала айтады екен, онда аналардың күнәсінен алып мынаған беріңдер деп. Бүкіл жасаған амалының бәрін қарызына береді. Ол жетпей жатса, аналардың күнәсін мойнына алады екен. Сондықтан бұл дүниеде адам пендеден қарыз болып кетпеуге қатты мән беретін нәрсе болып табылады. Мұсылман барлық мақсаты дүние болып, дүниеден басқаны ойламайтын адам емес. Мұсылман елге масыл жатып шер жалқауда емес. Ислам өмір үшін ерінбей еңбек ететін және ақыреттік дайындықты қатар алып жүретін адамды нағыз мұсылман деп таниды. Сол үшін екі қолға бір күрек табылатын қазіргі уақытта ерінбей еңбек етіп, өзгеге қарызданбауға тырысайық. Ал егерде қарыздануға мәжбүр болсақ, бүгінгі хабарда айтылған мұсылман әдептерін жадымызда ұстайық. Әдепті кімнен үйрендіңіз деп сұрақ қойылғанда Лұқман хакім әдепсіздерден, мен бар болғаны олар істегенді істеген жоқпын деп ұтымды жауап берген екен. Әдептілік ар-ұят адамдықтың белгісі. Аллах тағала барлығымызды әдепті болуға жазсын. Еліміз қуатты, өміріміз шуақты болсын. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا